Сабақтың тақырыбы: есепті шығаруды, санды және әріпті өрнектерді қолдану. Білім алушы, бұл сабақта сен санды және әріпті өрнектерді түрлендіресің, айнымалысы бар өрнектер құрасың және оларды есеп шығару үшін қолдануды үйренесің. Сабағымыздың лексикалық тақырыбы астероидтар мен құйрықты жұлдыздар. Білім алушы, мен өткен сабақта саған астероидтар туралы мәлімет берген болатынмын. Енді бүгін құйрықты жұлдыздар туралы мәлімет беремін. Бұл аспан шырақтарының аты комета, құйрықты, немесе сабалақ деген грек сөзінен шыққан. Жай көзге көрінетін жарық құйрықты жұлдыздардың бірнеше градусқа немесе тіпті ондаған градустарға жететін құйрықтары болады. Жарық құйрықты жұлдыздар әдетте сирек көрінеді. Орташа есеппен алғанда бір құйрықты жұлдыз 10-15 градусқа және міндетті түрде ол аспанның бір жарты шарында ғана көрінеді. Білім алушы, Арман мен Әлияға көмек керек. Планета аралық кеңістіктен жерге құлаған тастар мен темір кесектері қалай аталатынын білесің бе? Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. 10.000 мен 250-дің бөліндісі 40-қа тең. 560.000 мен 800-дің бөліндісі 700-ге тең. 42.006 мен 6-ның бөліндісі 7.001-ге тең. 42.142-ның 2-ге бөліндісі 21.071-ге тең. 848 бен 400-дің 2-ге бөліндісі 424.200-ге тең. 175.500-дің 500-ге бөліндісі 351-ге тең. 250 мен 8-дің көбейтіндісі 2000-ға тең. 1212 мен 4-дің көбейтіндісі 4848-ге тең. Сонымен, планета аралық кеңістіктен жерге құлаған тастар мен темір кесектері метеорит деп аталады екен. Арман мен Әлияға көмектесе алдық. Келесі тапсырма айнымалысы бар өрнектерді шешеміз. 5210 мен К-ның айырмасына 18122 мен 26-ның бөліндісін қосамыз. Мұндағы К 854-ке тең. 5210 мен 854-дің айырмасына 697-ні қосамыз. Тең 5053-ке. Келесі. 5210 мен К-ның айырмасына 18122 мен 26-ның бөліндісін қосамыз. Мұндағы К 3129-ға тең. Есептейік. 5210 мен 3129-дің айырмасына 697-ні қосамыз. Нәтижесінде 2778 шықты. Автобекетте 1000 мәшине бар. Олардың 385-і жеңіл, ал қалғаны жүк мәшинелер. Жүк мәшинелердің 5-тен 2 бөлігі техникалық байқауға жөнелтілді. Автобекетте неше жүк мәшинесі қалды? Шартын құрайық. Жеңіл мәшине 385. Жүк мәшине белгісіз. Барлығы 1000 мәшине. Жөнелтілді
5/2 бөлігі. Қалды неше жүк мәшине? Шешейік. Бұл жерде барлық мәшине санынан жеңіл мәшине санын азайтамыз. 1000 мен 385-тің айырмасы 615-ке тең. Бұл жүк мәшине саны. 615-ті 5/2-ге көбейтеміз. Тең 615 пен 5-тің бөліндісін 2-ге көбейтеміз. 246. Бұл жөнелтілген жүк мәшинесі. 615 пен 246-ның айырмасы 369-ға тең. Бұл қалған жүк мәшинесі. Жауабы: автобекетте 369 жүк мәшинесі қалды. Білім алушы, сен осы сабақта құйрықты жұлдыздар туралы мағлұмат алдың. Санды және әріпті өрнектерді түрлендіруді, айнымалысы бар өрнектер құрап және оларды есеп шығару үшін қолдануды үйрендің. Сабақ аяқталды. Сау бол.